негізі мен түсінгенім, настоящий муж познается в декрете. Ол негізі айтып жатады ғой, настоящая женщина в бедности, а мужчина в богатстве деп. Ол да бар негізі, бірақ в декрете тоже познается мужчина. Өйткені көп еркектер бала тек қана әйелге ғана керек сияқты қарайды ғой қарым-қатынаспен. Бірақ мен енді шынымен де мүмкін жасым кіші болса да, мен негізі өзім ішімнен бір 40-та сияқтымын ба, білмеймін, кішімен де бір өзім ойлаймын ақылдымын ба, білмеймін деп. Мен шынымен де бірге отырып жолдасыма айттым. Тумас бұрын да айтқанмын. Екеуміз, енді сенің жасың үлкен, сен енді көп нәрсені білесің, маған қолдауың керек, бұл бала ортақ, екеуміз бірге қарайық, мен ертең андай енді әйелдер ренжімесін, енді бір замученный сондай әйелдерге айналғым келмейді деп айтты. Мен жас қызбын, көз алдымда мен өзім мамамды да көріп жүрмін, басқа әйелдерді де көріп жүрмін, қалай қиналған, мен ондай болғым келмейді дедім. Бірінші орында маған сенің қолдауың қажет, ал одан кейін финанс жағы барлығы жақсы болса, біз көмекшіні де алсақ болады деп айттым. Сөйтіп шынымен де бірге қарадық баланы. Қатты қиналдық, ұйықтамадық, бірімізбен қырылып, ұрысып, әйтеуір кезек-кезек баланы қарауға тырыстық. Сөйтіп 3-4 ай болған кезде кішкене болсын бала ұйықтай бастады. Әйтеуір 1-2 сағат болсын, кішкене болсын жуынуға уақыт жетіп, тамақ жеуге уақыт жетіп, сөйтіп болдық. Бірақ сосын мен 4-5 ай болған кезде мен сол кезде де негізі Инстаграмнан жалпы жоқ болып кеткем. Өйткені қиналдым қатты. Бірақ сосын 4-5 ай болғанда маған жұмысқа кірісу керек болып жатты. Күйеуінің де жұмысы бар. Енді бұлай жалпы екеуміз келістік. Енді бала қазір жақсы, өзін сезінеді. Енді бір няня алайық деген сияқты. Сөйтіп няняны іздеумен болдым. Сол аралықта бір 6 няняны ауыстырып шыққан шығармыз. Няня табудың өзі қиын болды бізге. Ол бірге тұратын кісі ма, жоқ келіп кететін кісі ма? Әртүрлі варианттарды қарадық, әртүрлі. Бұлай қонып та істеуге дайын кісілер болды, жалпы келіп кететін кісілер сияқты болды. Бірақ енді біле білсеңіз, енді әр адам әртүрлі, барлығы әйел кісі болды, біреулері бізді танып жатты, бір-екі әйелмен кішкене жаман қарым-қатынаста қоштастық, мысалға ол кісілер өздерін өте бір түрлі ұстады. Білмеймін, енді андай кісілер болды, мысалға менің жас екенімді енді көреді ғой, содан кейін кішкене сен деп сөйлеген сияқты өздеріне сөйтіп позволять етті, былайша айтқанда. А мен ондай нәрсені жақтырмаймын, өйткені жұмыс барысында сенің жасың қаншада болсын, сіз деп сөйлесу ол өте маңызды. Және құрметтеу, өйткені қанша мен кішкентай болсам да, мен бұл жерде хозяйкамын деген нәрсені